Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Мына сөмкеде 9500 теңгеге алынған азық-түлік. Негізінде магазинге тек қана сүт үшін барғанмын. Рюкзагым бос қайтама деп көтере алғанымша азғантай азық-түлік те алдым. Айтпақшы, тұмау жөтелден амансыздар ма? Жаңа жылдан кейін біз отбасымызбен кәдімгідей өте қатты ауырып қалдық тұмаумен. Баяғыдай дәрі ішсең кете қалатын тұмау емес, система алып әрең дегенде жазылдым. Сүйегімді қақсатып, басын тесіліп кетейін деп, өз-өзінен терлеп, білмеймін, бұл жолы ерекше болды. Аллаға шүкір, қазір жақсымыз. Қызымыз екеуміз вафли жасайын деп жатырмыз. Базардан кішкентай 2,5 мың теңгелік өзі ойыншыққа ұқсайтын вафельница сатып алғанмын. Балалар пісіреді, начинкасын дайындап берем мен тек. Менің вафлимнің құрамы 4 жұмыртқа, қант, ванилин, сары май, сүт, разрыхлитель, ұн. Начинкасы дайын, бәрін қызым өзі пісірді. Залда мама телевизор қарап отырып пісірейінші деген. Я дедім, әдемі пісіріпті, дәмді болды. Бізге ас болсын.